Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз мынандай амалдарды шығару реті деген тақырыпты өтетін боламыз. Көп адамдар осындай амалдарды шығарған кезде көп кезде қате жібереді. Олардың қатесі бірінен кейін бірі қандай амалдар тұр, солардың барлығын орындап кете береді. Бірақ жауабында ол қате шығады. Сондықтан да сол жағдайдан қателеспес үшін біз мән беретін жағдайларды ескеруіміз қажет. Мысалы, бізде мынандай бір есеп амал берілген деп айтайық. Осы енді амалды шығаратын болса, көп адам бірінші 18-тен 3-ті азайтып, мұнда 6, сосын осы 6-ға 12-ні қосып, мына жерде 18, 18 2-ге көбейтіп 36, одан 5-ті азайтып, жауабын 31 деп жазып қоюы мүмкін. Бірақ ол бізде қате. Бұл есептің дұрыс шығару жолы ең бірінші бізде көбейту және бөлу амалдары қай жерде тұр, соған мән беріп қарауымыз керек. Бірінші бізде мына жерде бөлу амалы тұр, 18-ті 3-ге бөлсек бізде неше болады? 6 болады. 6. Қосу. Енді мына жерде бізде көбейту амалы тұр екен. Осыған мән береміз. 12-ні 2-ге көбейтеміз. 12-ні 2-ге көбейтсек, бізде 24 болады. Және мына жерде бізде азайту 5 тұр. Енді әрі қарай шығаратын болсақ, енді біз осы 6-ға 24-ті бірінші қосып аламыз. 6-ға 24-ті қоссақ, бізде 30 болады. Одан 5-ті азайтамыз. 30-дан 5-ті азайтатын болсақ, бізде есептің жауабы 25 шығады екен. Енді осы секілді екінші амалға қарайтын болсақ, мына жерде де көп адам былай қателесуі мүмкін. Бірінші, көп жағдайда көбейту орындалады деп, бірінші 8-ті 5-ге көбейтіп, 40 деп жазып қойып, сосын 56-ны 40-ға бөліп, сондай қателесетін жағдайлар болады. Бірақ біз бұл жерде бірінші бөлу тұр ма? Бөлуді орындай береміз. 56-ны 8-ге бөлсек, бізде 7 болады. 7-ні 5-ге көбейтеміз. Азайту 14, қосу 16. Міне осы жерде де көбі 14-ке 16-ны қосып 20 деп жазып, мына жерден шыққан санды сол 20-дан азайтып жіберетін кездерде болады. Ол бізде қате болады. Енді келесі біз 7-ге 5-ті көбейтеміз. Ол 35 болады. 35-тен 14-ті азайтамыз, қосамыз 6-ны. 35-тен 14-ті азайтатын болсақ, бізде 21 шығады. 21-ге 6-ны қосамыз. Келесі бізде енді 21-ге 6-ны қоссақ, 27 деген жауап шығады. Бізде есептің жауабы 27 болады. Есептерді осылай қателеспей